Бүгін облыстық маслихат хатшысы Владимир Головатюк іс-сапармен Аягөз ауданына келді. Іс-сапар барысында орталық жылу қазандығы, политехникалық колледж студенттеріне арналған 104 орындық жатақхана және көп балалы отбасыларға арналған 2 пәтерлі 10 тұрғын үй құрылыс жұмыстарымен танысты. Және де Аягөз қаласының ауданаралық ауруханасы мен Қазығұл емдеу мекемесінің пандемияға қарсы дайындығымен танысты. Қазығұл ауруханасы 1930 жылдан бастап жұмыс істейді. Мекемеде отбасылық дәрігерлік амбулатория, консультативтік диагностикалық емхана, станционар бөлімдері бар. Кардиологическое заболевание, и у него ПЦР положительный. Вы куда отправляете? Если ПЦР положительный, мы в районную больницу. В районную больницу. И они уже по профилю там еще его и лечат. Да. Орталық жылу қазандығы 1975 жылы салынған. Перспективная технология жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы орталық қазандығына қағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Орталық қазандығына жылумен жабдықтау қызметін алатын қала тұрғындарының жалпы саны 3200-ден астам адамды құрайды. Аягөз қаласында Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының тапсырысымен Аягөз политехникалық колледжді студенттеріне арналған 104 орындық 5 қабатты жатақхана ғимаратының құрылысы 2020 жылдың маусым айында бастау алған болатын. Жатақхана құрылысына жауапты мердігер Восток Строй компаниясы. Жатақхана құрылысын пайдалануға беруі 2021 жылға жоспарланған. Жалпы Аягөз политехникалық колледжінде 390 студент оқиды. Жатақхана орнымен басқа аудандар мен ауылдық округтерден келген 104 студент қамтылады. Аягөз қаласында алғаш аурухана 1928 жылы құрылған. Бүгінде медициналық персонал жылда өз біліктілігін арттыруда. Биыл орталық ауданаралық ауруханада ангиографиялық диагностикалық аппаратын орнатып, екінші деңгейдегі кардиологиялық орталық ашылды. Осы мақсатта құны 421 миллион теңге тұратын ангиограф аппаратын сатып алуға қаржы бөлініп, қажетті аппарат алынды. Сол сияқты орталық емханаға күрделі жөндеу жұмысына 200 миллион теңге қаржы бөлініп, жөндеу жұмыстары басталды. Кислородная станция 99,70. Это 100%. Шығыс Қазақстан облысы әкімі Даниал Ахметовтың тапсырмасы бойынша Аягөз қаласында 2 пәтерлі 10 тұрғын үйдің құрылысы 2020 жылдың 1 тамызынан бастау алған. Құрылысы қарқын алып жатқан үйлердің жалпы ауданы 1800 шаршы метрді құрайды. Жалпы саны 20 пәтер 3 бөлмелі болып табылады. Тұрғын үй нысанын пайдалануға беру 2020 жылдың соңына жоспарланған. Город чистый, ухоженный, котельная в хорошем состоянии. Қала таза, көркейген. Осы бағыттан таймау керек. Мен бүгін қала үшін стратегиялық маңызды нысандарды тексердім. Бірінші кезекте ауруханалар мен жылу қазандықтарының жұмысын қарап шықтым. Жылу қазандығы жақсы жағдайда. Менің ойымша қыс мезгілінде тұрғындардың үйі жылы болады. Жалпы мен құрылыс жұмыстарының қарқынына ризамын. Ауруханаларында коронавирустық пандемияға дайын екендігіне көз жеткіздім. Жалпы маслихат хатшысы аудандағы жұмыстарға оң баға берді. Аурухана мен емдеу мекемелерінің пандемияға қарсы іс-шаралары нәтижелі жүргізілгеніне көз жеткізді. Жоғарыда аталған нысандардың құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатқанын атап өтті. Жанар Жахат, Лиза Тұрсынова, Аягөз Реал ТВ.